Сәлем құрметті көрермендер, бизнес пен маркетинг әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге кәсіпкерлікке, саудаға және жалпы экономикалық дамуға тікелей байланысты маңызды тақырыптарды қозғайтын боламыз. Ең алдымен біз нарық деген не деген сұраққа және оның түрлері мен айырмашылығына жауап беріп өтейік. Астында тұрған біздегі үш негізгі нәрсені көріп тұрмыз. Біріншісі тауарлар мен немесе қызметтер, екіншісі сатып алу мен сату, үшіншісі бізде экономикалық орта. Егер толығырақ айтатын болсақ, бұл жердегі үш негізгі функциялар нарыққа, былай айтқанда нарық бұл тауарлар мен қызметтерді сатып алу мен сатуға арналған экономикалық орта деп аталады. Ол сатушылар мен сатып алушылардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін жүйе болып табылады. Нарықта баға сұраныс пен ұсыныстың негізіне қалыптасады, яғни тұтынушы мен өндірушінің таңдауы мен шешімі арқылы өтеді. Біздегі екінші қызықты тақырып бұл нарықтық негізі қызмет деп аталады. Біріншісі бізде нарықтық қызметке баға құру жатады. Өйткені сұраныс пен ұсыныс арқылы тауардың немесе қызметтердің нарықтық бағасын анықтау үшін бізде бірінші баға құру қажет болады. Екінші бізде ақпараттық нарық қатысушыларына қажетті экономикалық ақпарат беру үшін бізде ақпараттық жүйе қолданылады. Сол кезде біз өзіміздің сұраныс пен ұсынысқа қарай баға құру жүйеміз дұрысталатын болады. Үшінші бізде бәсекелестік. Егер біз тиімді әрі сапалы өнім шығаратындарды алға тартатын болсақ, бізде бәсекелестік азаяды. Былай айтқанда біздегі сұраныс пен ұсыныс арқылы, бағаның құрылуы арқылы және ақпараттық жүйе арқылы біздегі бәсекелестердің жоғары я болмаса төмен болуы осы тиімді әрі сапалы өнім шығаратынына байланысты болады. Төртінші бізде реттеу. Егер біз өндірістік құрылымын реттеп, ресурстарды тиімді бөлетін болсақ, біздегі өзіміздің өнімдерімізді бір реттік өндірістік құрылымын реттеп, ресурстарды тиімді бөлуге өте керемет жоба болар еді. Үшінші бізде нарық түрлері. Сұраныс пен ұсыныс қатынасына қарай бізде үш типке бөлінеді. Көптеген сатушылар мен сатып алушыларды бәсекелестік нарық деп атайды. Сұраныс ұсыныстан көп болса, тапшылық нарық деп атайды. Егер ұсыныс сұраныстан жоғары болса, бұны артықшылық нарық деп атайды. Егер сұраныс пен ұсыныс қатынасына қарай үш типке бөлінетін негізгі тақырыптарды толыққанды түсінгіңіз келсе, осы видеоның астына описанияға қалдырып кететін боламын. Біздегі нарық түрлерінің екінші тақырыбы қатысушылар санына байланысты. Бір ғана сатушы және көптеген сатып алушыны біздегі монополия деп аталады. Яғни сіз бір ғана сатушы болсаңыз, сізден көп тұтынушы болса, сіз өзіңіздің ұсынатын өнімдеріңізді, біз айтқандай нарық негізгі қызметтерін осы төрт қағидаттарды білу арқылы сіз өзіңіздің өніміңізді тиімдірек сата алатын боласыз. Екінші бізде олигополия. Егер бірнеше ірі сатушылар болса, бұны олигополия деп атайды. Егер сіз сияқты конкуренттеріңіз болатын болса, бәсекелестік, тиімді әрі сапалы өнім шығаратындарды алға тартады. Сіз осы техниканы білу арқылы ғана сіз өзіңіздің бәсекелестеріңізден озуыңыз мүмкін. Үшінші бізде монополия. Бір ғана сатып алушы және көптеген сатушылар. Егер сіз сияқты конкуренттер көп болса және өзіңіздің өнімдеріңіз өтімсіз болса, дәл осы жерде реттеу, өндірістік құрылымын реттеп, ресурстарды тиімді бөлу техникасын білу керек болады. Монополия бір ғана сатып алушы және көптеген сатушылар аралығында сізді өзіңіздің өніміңізді тиімдірек сататын боласыз. Міне, бүгін біз нарық не екен және оның түрлерінің арасындағы айырмашылықтарын қарастырдық. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып арнамызға жазылуыңызды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.